сөйтіп ойландыңыз ба? Кім өзгерген? Кім? Аида. Аха. Аида сәл өзгерген сияқты. Көріп көрген кезде білемін. Иә. Менің де есімде. Болды ма? Сіз өзіңіз қай жағынан өзгерттіңіз? Жақсы жағынан. Мысалы, Бекзат айтып жатыр, менің ойлау қабілетім өзгерді деп жатыр. Сол ойлау қабілеті қойған бізде. Мысалы, бір нәрселерді. Аиданың көңіл күйі қалай екен? Құрметті оқырмандар, Аида маусым сұлуында бар. Аидаға дауыс беруді ұмытпаңыздар. Сұлу қыздарымыздың бірі. Иә, табиғи, ешқандай ерін көз ештеңе жасалмаған. Ондай қыздарды біз біріктеп маусым сұлуына қостық. Неге адам болған? 2004 десе 2004 қой. Мен мысалы айтып жатырмын. Кісі айтқандай, маусым крашында Расул бар, Расулға дауыс беріңіздер. Айтпақшы, маусым крашы отыр ғой алдарыңызда. Дауыс беріңіздер. Иә, сіздердің дауыстарыңыз бізге ауадай қажет. Артық болған сияқты. Жәнібекке де Майя мен Жәнібек жұбына дауыс беріңіздер, маусым кездесу, иә? Иә, барша жақсылар, жақындар, қолдаушылар кіріп бізге дауыс беріңіздер. Енді үміттіміз, бұйырса ұтып кетеріміз деген ойдамыз. Сондықтан маусым кездесуіне егер ұнаған болса, дауыс беріңіздер. Сіздердің дауыстарыңыз Жәнібек пен Майяға өте қажет. Міндетті түрде ұмытпай дауыс беріңіздер. Свежий болып қалдым, бүгін күн прям күшті өтті. Системамды алдым, енді оны аптасына бір рет, немесе 2 аптада бір рет алса да болады, сөйтіп курс алып алғым келіп жатыр. И одан кейін сол бауырлармен спада болдық, тоже жақсы, прям уақыт жақсы өткіздік. Енді қазір чемодан жинап жатырмын, өзімнің заттарымды, баламның заттарын. Бұйырса Астанаға жолға шығамыз. Енді білесіздер, Астанада жақын уақытта. Қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Әдеттегідей 14:30-да Евразия арнасында эфирдеміз. Бүгінгі қызықтардан құр қалмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жаңа таныстықтағы жандардың таныстықтары қалай өтіп жатыр, барлығын бірге білеміз. Осыған концерті болады, сол жаққа барамыз. Одан қалса ол жақта мен бауырларым тұрады. Көріспегелі көп болды. Селе деген сияқты жаңа үйлер қоныстанған жаңа үйге. Вот, сағынып қалдым бәрін енді. Сол бұйырса жолға шығатын боламын. Киімдер жинау керек.